Екінші бөлім. Июль айына финанс. Екінші бөлім. Таразы, сарышаян, мерген, тауешкі. Суқойғыш балықтар. Каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Қолдау көрсету үшін лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Июль айына финанс болжам. Таразы, июль айында финанстан не күтеді? Таразы. Весы, июль айында финанс. Таразы, июль айында не күтеді? Тұрақтылық, қосымша табыс, қосымша ақша, екінші бір жұмыс, документация, қағаз мәселесі дейді. Кредит алу, кредит жабу, қомақты қаражатқа өзіңізге бір күтіп жүрген, ойлап жүрген бір затты сатып аласына достижение цели дейді. Қомақты қаражатқа дейді. Оған бір әйел кісінің көмегі болуы мүмкін. Мына жерде қиындықта, бір шаршап, ауыр, жұмыс көп, ай болуы мүмкін. Мына жерде морально усталость, шаршау. Іште бір қарсылықтар, көңіл күйінің өзгеруі, бір мәселеге ашуланасыз, жұмысқа қатысты бір мәселеге ашуланасыз дейді. Мына жерде көшу, іште бір қорқыныш, уайым болып тұр дейді. Финанс жақтан сол тұрақтылық, кредит жабасыз дейді. Бір зат сатып алу. Сарышаян, скорпион. Июль финанстан не күтеді? Июль финанстан не күтеді? Бұл общий расклад, жеке расклад. Ақылы өту үшін 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарлассаңыз болады. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Активный болады дейді. Активный, кездесу, сөйлесу, жүру, жол жүру. Жұмыс көп жасау дейді. Бірақ сонда да мына жерде неправильное распоряжение деген ақша келеді, кетеді, жетпей тұр дейді. Разочарование, бір сіз ойлағандай көп ақша келмей қалуы мүмкін дейді. Сіз еңбектенесіз, әрекет жасайсыз, бірақ бір адамнан күткен ақшаңызды бермейді. Неоправдание деп тұр мына жерде. Сіз ойлағандай болмау. Кездесу, сөйлесу, немесе бір бастық дейді мына жерде. Жұмысты сол басқаратын адам, сондай бір соған қатысты мына жерде ішкі сезімге бір тыныштықпен, сабырлықпен шешім қабылдау керек болады. Мына жерде обман деп түсіп тұр. Алданып қалу, обман. Жұмыстағы сол бастық жақтан мүмкін болатын шығар. Соған қатысты мына жерде жаңа бір бастама, жаңа жұмыс туралы ойлайсыз. Әлі бір нақты қадамға көшкен жоқсыз, бірақ сондай бір шешімге келуіңіз мүмкін. Мына жерде ойланып тұрсыз жаңа бастама туралы. Ол жаңа бір жұмыс, бір әйел кісі жағынан предлагать сізге ұсыныс білдіру мүмкін. Активный болады дейді. Көп жұмыс жасайсыз, әрекет етесіз, бірақ финанс жағынан сіздің көңіліңіз толып тұрған жоқ. Сарышаяндар үшін. Мерген финанс жағынан не күтеді? Июль айында мерген, стрелец. Июль айында финанстан не күтеді?
мерген июль айында финанстан 2 бұл общий расход, жеке расход қажет болса 747 406 56 78 WhatsApp номерге шықсаңыз болады. Пландардың өзгеріп кетуі дейді, аяқ астынан пландар өзгеріп кетеді дейді. Мүмкін бір адамдар жұмыстан шығуы мүмкін, жаңа проект дейді, өз жұмысын бастайды, өз бизнесін бастайды. Кездесіп сөйлесу дейді, обсуждение, көпшілік ортаға бару, көп адамдармен жұмыс барысында, жаңа бір проекттер, жұмыс барысында сөйлесу, кездесу, жаңа бір қадам